Шаңызға сәлем. Бүгін ас арнасында сіздермен шығыс асханасында үнемі пісіретін чебурекидің рецептісімен бөлісемін. Чебурекидің қамыры өте жұмсақ, дәмі керемет, маған ұнады. Енді үнемі осы рецептпен жасайтын боламын. Ал кеттік, бастаймыз. Ол үшін бізге міндетті түрде електен өткізілген ұн және қайнап тұрған ыстық су қажет. Ыстық судың үстіне 1 шай қасық тұз салып, жақсылап араластырып ерітеміз. Содан кейін ұнның үстіне құямыз. Және 3 ас қасық сұйық май құйып, жақсылап араластырып, илейміз. Қамырдың қаттылығы орташа болу керек. Иленген қамырымызды осылай пищевая пленкаға орап, 10 минутқа қойып, тындырып қоямыз. Оға дейін біз ортасына салатын салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге қажетті етті фарш, пияз, қалауыңызша жусай салсаңыз болады. 1 шай қасық тұз және дәміне қарай бұрыш салып, жақсылап араластырамыз. Фаршымызды байқаймыз. Егер қаттылау болып тұрса, онда үстінен кішкене ғана көз мөлшерімен су құйып жеріп, фаршымызды жұмсартамыз. Сонда фаршымыз жұмсақ, әдемі болады. Қамырымыз тындырып болдық, 10-15 минут ұстадық. Енді алып, қамырды бірнеше бөліктерге бөлеміз. Мен бүгін қамырды 30 граммнан бөліп алдым. Сонда менің чебурекиларым орташа көлемде болып шықты. Егер сізге үлкен көлем ұнайтын болса, 50 граммнан бөліп алып жасасаңыз болады. Осылай бірнеше бөлікке бөліп болғаннан кейін қамырдың бетін міндетті түрде жауып қою керек. Әйтпесе қамырымыз кеуіп кетеді. Енді оқтаудың көмегімен қамырды осылай жұп-жұқа етіп жайып аламыз. Үстіне фаршты жұқалап жайғастырып шығамыз да, екі шеттерін қолменен бастырып, қалауымызша шанышқымен бастырып шығамыз. Чебуректеріміздің барлығын осылай жасап болғаннан кейін майымызды ыдысқа құйып қыздырамыз. Майды жақсылап тұрып қыздыру керек, әйтпесе біздің пісірген чебуректеріміз майды өзінің бойына сіңдіріп алатын болады. Екі бетін қызартып қуырып алғаннан кейін майын сорғытып, сүзіп аламыз. Чебуректеріміз дайын болды. Барлығымызға ас болсын. Алда бірнеше рецепттермен сіздермен бөлісетін боламын.